Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай әдемі ерекше органайзерді үйде қолда бар заттардан жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге осындай аяқ киімнің коробкасы қажет болады және материал қажет болады. Материалды коробканың астын жауып, ыстық клей арқылы клейлейтін боламыз. Осылай ыстық клейдің көмегімен клейлеп, астыңғы бөлігінің барлығын жауып шығатын боламыз. Міне осылай клейлеп алдық. Енді осындай шпажка таяқшалары немесе суши таяқшаларын қолдансаңыздар болады. Коробкамыздың биіктігін өлшеп, сол бойынша барлығын қиып шығатын боламыз. Мен сіздерге көрсету үшін алдын ала барлығын қиып дайындап алдым. Енді ыстық клейдің көмегімен біртіндеп коробканы айналдыра тізіп жабыстырып шығатын боламыз. Осылайша бірінен соң бірін ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығатын боламыз. Міне таяқшаларымен коробканың барлық жағын айналдырып жабыстырып шықтық. Енді коробкамыздың қақпағын айналдыра қиып алатын боламыз. Осы қиып алған картонымызды жаңағы матамен қаптап шығатын боламыз. Енді коробкамыздың жоғарғы бөлігіне дәл жаңағы матамыздан айналдыра ыстық клеймен жүргізіп шығатын боламыз. Оны біздің органайзеріміздің ішін қаптау үшін қолданатын боламыз. Міне бірінші сыртын айналдыра жартылай жабыстырып алдық. Енді теріс қаратып матамызды ішкі бөлігіне, картонның ішкі бөлігіне жабыстырып шығатын боламыз. Міне әр жерден ыстық клеймен бастырып шықтық. Енді ыстық клейді ішіне құйып, жаңағы жабыстырып алған картонымызды осылай органайзеріміздің ішін әсемдейтін боламыз. Осындай үйде кружево бар екен. Соны атамыздың жиегі білінбес үшін, сәндік үшін осылай жабыстырып шығатын боламыз. Енді осындай ақ үйде жіп бар екен. Сонымен органайзеріміздің төменгі бөлігін жабыстырып шығатын боламыз. Сол кезде бізде осындай әдемі органайзер дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет.